Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Айзада. Бүгін мен сіздерге сметаник тортының жасалу жолының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Үй температурасында тұрған майымыздың үстіне ұнымызды, разрехителімізді, жұмыртқамызды және де қантымызды салып алып, жақсылап тұрып араластырып, қамырымызды үйлеуге кірісеміз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Салмамыз сметанамызға жұмыртқамызды, қантымызды салып алып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сметанамыз дайын болды. Енді біз қамырымызды табамызға алып, жақсылап тұрып видеодағыдай етіп жайып аламыз. Жан-жағына барлығына бірдей жайылған қамырдың үстіне дайын болған сметанамызды құйып, шеттерін осылайша видеодағыдай етіп жауып шығамыз. Мінекей бізде осындай оп-оңай әрі тез жылдам дайындалатын сметаник пирогі дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін, маған комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бұл менің заказға пісірген сметаник торттарым, осылай пісіріп заказ қабылдауға болады.